Сәлем достар, біздің артамызда қош келдіңдер. Бүгін бізде қазақ тілінде біз 19 сабақ өтеміз. Сын есеп, бірақ өзіңді тексер, олар оқытып түр тапсырма болады. Соны біз орындайтын боламыз. Ал бізге лайк басып, подписать еп, мына екі қызға, екі балаға лайк басып кеттіңдер. Олар соны орындап жатыр. Ал біз жалғастырамыз, кеттік. Балалар өзіні тексер деп тұр. Ал жаттығу бір жаттығу өледі жатқа жас дейді. Көші баластар әдемі болай түске жер еседі, төбемен бұлт көшеді. Туған жерімен үшін көк майсасын түседі деп көші баластар. Оны жасқан есетай ер бол дейін екен. Енді етісті қай сөзбен байланыста тұрған сызбамен көрсет. Ал балалар қазір көрсетіп сіздерді көшіп алдар. Балалар бір жаттығу жастық түске ден жері еседі, төбемен бұлт көшеді. Туған жерімен үшін көк майсасын түседі деп. Қазір біз қарындашпақты сызамыз. Балалар, жас балалар түске ден жері еседі, ол да бізде сызба бойынша жер еседі болады. Ал келесі төбеден бұлт көшеді деп. Соны сызба бойынша бұлт көшеді деп жазып алыңдар. Ал келесі туған жерімен үшін оқта сызба бойынша туған жерім деп жазып алыңдар. Ал келесі көк майсасын түседі, оқта көк майсасы түседі деп жазып алдар. Ал бізге қазір 2 минутқа болады. Ал біз кеттік, 2 минутқа өтті. Енді балалар, екінші жаттығу мәтінді оқып етістіктері тап. Шілікті өзінде оқимыз. Қазір шілікті өзінде ауылда жадабалай ағады. Жағаса қаланың шілік қыста ендеуіне дейін мұз қатып жатады. Көктемде сен жүреді, жаз шығысымен суы таястап қалады. Ет терен жеріне өзі түсетін. Балалар, жазып алыңдар. Соны көшіреміз қазір, сонда етістігін тапамыз. Қазір айтам етістігі. Екінші жаттығу жасамыз, және мынаны қараңдар. Шілікті өзінде ауылды жадабай ағады. Балалар, бізге етістігі ағады. Көтер ой, енді екінші тапсырмада ештеңе жоқ екен, бірақ оққа салайық. Жағаса қалың шілік. Оқта ештеңе жоқ, етістіктер қыста ендеуіне дейін мұз қатып жатады. Оқта етістік бар екен, қатып жатады. Ол күрделі. Балалар, қазір мен нешін етістіктері сөздерем. Енді көктемде сен жүреді дейді. Көктемде сен жүреді. Оқта жүреді етістігі. Дара және болды. Ал келесі жаз шығуда суы таястап қалады деген балалар, онда бізде етістік бар, таястап қалады. Олар күрделі екен. Терін жүрінің өзі тіседен аспайды. Балалар, оқта дара есімдер өте көп екен. Күрделер кішкені аздау екен. Енді соға жазып алыңдар. Ал келесі тапсырма кеттік біз. Балалар, қараңдар.
Балалар, қараңдар, үшінші жаттығуда қараймыз. Суретті зат атаулары олардың қимылын білдіретін сөздерді сәйкестер. Балалар, үшінші тапсырмалар сәйкестіреміз. Гүл түседі деп қойып, қауын өседі деп қойып, жапырақ піседі деп қойып. Балалар, олай жазбаңдар, ол қате екен. Біріншісі жапырақ түседі, келесіде гүл өседі, сосын қауын піседі деп жазасыздар. Қазір мен сіздерге дәптерге қосып жазамын. Балалар, қараңдар, жапырақ түседі деп жазасыздар, гүл өседі, қауын піседі деп қойасыздар. Ал созақта іс қимылын жасаймыз. Не істеді? Түседі, не істеді? Өседі, не істеді? Піседі деп жазасыз алда. Балалар, бүгінде сабақ аяқталды. Сау болыңдар, мұқият болыңдар. Айтпақ сіздерге ерекше көрсетпедім. Келесі видеода көрсетемін. Сау болыңдар.